Экспедицияның 4-ші күні басталды. Ауа райында еш өзгеріс жоқ. Күн әлі де бұлтты. Түнде аздап жаңбыр тамшылады, бірақ қатты жауған жоқ. Кеше көп жол жүріп қойған сияқтымыз. Аздап шаршап қалыппыз. Лагердегілер енді оянып жатыр. Қазір таңғы сағат 7. Таңғы астың уақыты. Жолда келе жатқанымызға 4 сағаттай уақыт болды. Мен ұйықтап қалған екен. Оянсам бір ауылға келіппіз. Әзірге қандай ауыл екенін нақты білмей тұрмын. Біз Қазығұрттың етегіне келген екенбіз. Жаңбыр жауып тұр. Біз тауға шығамыз. Қасиетті Қазығұрт тауының бөктері. Біздің Nomad Explorer'дың екінші тұрақтайтын орны осы жер болу керек еді, бірақ ауа райына байланысты құбылмалы болып жауын нөсерлетіп тұрғандықтан біз қонатын жерімізді сол Жамбыл облысында Берік Қарашат қалында қалдырдық. Сонда да елдің көңілі тоқ, ел риза. Келгенше 2-3 сағат бойы аңыз айтып келдік, аңыздың бәрін айттық. Қазығұрттың 1876 метр биіктігі, сонау төбесінде қазық қағылған кеме тұр. Кеменің орны тұр. Айналамның бәрі жауғазын, қызғалдақ деп айтайын деп едім, айта алмай тұрмын. Өйткені күн суық, қызғалдақ әлі шыққан жоқ. Сол себепті де қазір аш баламен тоқ бала ойнамайды деген, ішіңде болмаса қиын істемейді сенің миың деген, сол сияқты қазақтың әдемі сөздері бар. Алдымен соғыста да әбет болған, сол тамақ ішіп алайық, сосын барып бір мәнісі болар. Бізге бірге болыңыздар. Ауа райына байланысты Қазығұртқа шықпайтын болдық. Не болды? Очередьке тұрмыз, рядқа тұрмыз. Кушать хотим. Ассаламу алейкум, баршаңызға. Жрать хотим, жрать. Кушать. Бәрі осы үшін ғой. Кезек қана аршып. Осы үшін тұрдық қой бағадан бері. Ас болсын. Қалай дәмі? Керемет. Жарты сағат тұрып алған кофелер. Тамақ іштік, қарын тоқ. Ойынның кезегі келді. Арқадардан сын, еда жүшкет қатар. Түркістан өңірінің бір қасиетті керемет жері Ғайберен Қырықшілтем деген қырғауленің ғайып болған орнына келіп отырмыз. Бұл табиғи құбылыс екі тастың жарғабақтан түсу арқылы арасында адам өтетін жол пайда болған. 20-30 сантиметр шамасында, 15 метр ұзындығы, 5-6 метр биіктігі. Бір арық адам өте алмай қалады, толық адам өтіп кетеді. Кейде бір сондай тылсым дүниеге толы қызық жер. Мен өзімен де 2 рет өткен жоқпын, бірақ өмір жалғасып жатыр. Соның арқасында шығар, мына мыңдаған адамды алып келе жатқан жайымыз бар. Керемет болып жатыр. Ауа райы күшті, қасиетті жерлер. Ниеттерің жақсы болсын. Алла Тағала сіздің тілегіңізді қабыл ете ма, мешітті қабыл ете ма, жоқ осындай келі жайда қабыл етіңіздер Аллаға. Ал бисмиллахир рахманир рахим деп келейік, Алла Тағала ниетімізді қабыл етсін. Аллаху акбар. Потом я. Осылай өту керек па? Не, я что-то я, конечно, не считаю, что это грешник, но
Ана түбіне не өту керек сонда? Көрек деп жатыр, екі тастың арасынан ниеті таза адам ғана өтеді дейді де. Соған енді бағымыз сынап көрек деп жатырмыз. Ол енді сенім нанымнан бұрын жай келіп тұрғаннан кейін көруіміз керек қой. Адамдар арғы жақтан кіріп, бері беттен шығып жатыр. Өттіңіз ба? Қалай сезім? Жақсы. Қысылып, өйтіп, бүйтіп. Жоқ, ол жерде не ғой? Тастарды сезіну керек та. Кейбір жерлерде тарту керек, кейбір жерлерде төменірек. Сөйтіп өтіп кетуге болады. Деп ойлаймын, кез келген адам өте алады. Егер кішкене мен ойланып, ана тастарды қарап істесе. Қорқынышты болған жоқ па? Қорқынышты емес, бірақ несі ауасы тар екен да. Кәдімгідей ауа жетпей қалады ана ортасына таман келген кезде. Жақсы, керемет. Автобусқа қарай қайтып бара жатырмыз. Лагерге кететін уақыт болды. Жолдың жартысын жүріп өттік. Енді 2 сағаттық жолымыз бар. Кеше Ақан Сатаев, Марғұлан Сейсенбаев ағаларымыз лекция оқыса, бүгін 2 сағат бойы Бақытжан Бұқарбай деген досымыз өзінің өмірлік тәжірибесімен, өзінің кәсібі жайлы әңгіме айтып келді. Сағат қазір 9, бірақ әлі кешкі ас ішкен жоқпыз. Лагерге жете салып, сол тамақтың қамын ойластыратын сияқтымыз. Осымен экспедицияның 4-ші күні аяқталды. Кешкі асымызды ішіп, ұйықтағалы жатырмыз. Сау болыңыздар.